Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің видеомды көрмес бұрын тіркеліп лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Мен бүгін сіздерге тісті екі тәсілмен ағартатын жолын көрсетермін. Ол үшін біздерге ас содасына осы лимон қышқылын салып, жақсылап араластырамыз. Тістерімізді аппақ болып шыға келеді. Аптасына бір-ақ рет қолданыңыздар. Ал бір-ақ рет қолданбасаңыздар, тістеріңіздің эмалін құртып аласыздар. Екінші тәсілі, біздерге осындай ас содасы қажет болады, біраз қасық, және де оған тіс пастасын біраз қасық салып, оның үстіне перекис құямыз біраз қасық. Бұл перекисті аптекалардан таба аласыздар. Біраз қасық құйып, жақсылап араластырып, таңғы немесе түнгілік ұйықтайтын кездеріңізде бір-ақ рет жуып шайыңыздар. Менің видеомды қолдап соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар. Бұл тәсілді міндетті түрде аптасына қолданыңыздар. Күнде қолдануға болмайды.